Бүгін біз 8-ші сынып 1-2 жаттығуды орындаймыз. Бірінші жаттығуда дененің температурасы 0 градус Цельсий болса, оның ішкі энергиясы бар ма? Ал дененің температурасы 0 Кельвин болса ше, неге? Жауабы бізде 0 градус Цельсий болса, ішкі энергиясы болады. Яғни ол 0-ден үлкен болады. Деген сөз мына жерде былай жазып қойдым. Егер өйткені 0 градус Цельсий ол бізде минус 273 кельвинға тең. Ал 0 кельвин болса деген сұраққа жауап береміз. Енді ең төмен температура бұл бізде 0 кельвин. Яғни одан төмен температура болмайды. Бұл температураны біз абсолют 0 деп атаймыз. Және де ол температура кезінде, яғни 0 кельвин кезінде ішкі энергия 0-ге тең болады. Так, енді екінші сұрақ. Үйкеліс күші есебінен энергияның қандай түрленулері орын алады? Мысалдар келтіріңдер дейді. Үйкеліс кезінде механикалық энергия ішкі энергияға айналады. Мысалы, механикалық энергия деп біз екі қолымыз алақанымызды ысқылаған кезінде, яғни сол кезде біз механикалық жұмыс жасаймыз, механикалық жұмыс жасаймыз. Сол энергия бізде ішкі энергия айналады, өйткені алақан қызады. Қызған кезінде ол энергияға айналды деген сөз. Немесе бұрынғы заманда тасты қажау арқылы от шығарған, яғни тасты қажау ол бізде механикалық энергия, механикалық қозғалыс жасалып тұр өткені. Ал ішкі энергия ол жаңағыдай отты неғылған кезінде, қажаған кезінде, екі тасты қажаған кезінде ол жердегі температура көбейеді, яғни оның ішкі энергиясы көбейеді деген сөз, яғни ол қызады деген сөз. Ертеде адамдар бір денені екінші денеге үйкелеу арқылы от жағуды үйренді. Мұнда қандай процестер орын алады, не себепті от тұтанады? Жаңа екінші сұрақта мен мысал ретінде осы процесті айтқан болатынмын. Яғни механикалық энергия ол жерде ішкі энергияға айналады, яғни жылу энергиясына айналады. Өйткені екі денені үйкеген кезінде ол жерде денелер қызады. Қызған кезінде, яғни ол жерде жылу бөлінеді деген сөз, сол арқылы от тұтанады. Токарь станогында металдарды өңдегенде, жонғанда, немесе кескенде, бұрғыға, немесе кескішке үнемі май араласқан сұйықтық шүмектеп құйылып тұрады. Неге? Май араласқан сұйық станоктың қызып кетуден сақтайды. Бағана айтқандай, екі дене үйкелген кезінде жылу бөлінеді, яғни ол жерде денелер қызады деген сөз. Ал мысалы токарь станогында жонады, кеседі, сол кезінде ол станок қызып кетуі мүмкін. Сол үшін ол жердегі үйкеліс күшін азайту үшін, екі дененің қызып кетпеуі үшін май араласқан сұйықтық тамшылап тұрады. Дененің ішкі энергиясының механикалық энергияға түрленетіндігіне мысалдар келтіріңдер дейді. Бұл бізде жылу электростанциялары, бу турбиналары. Шыныда немесе темірден жасалған берік құтыға толтыра су құйып, аузын жауып, аязға қойсақ, жарылып кетеді. Бұл нені білдіреді? Құтыны жаруға жұмсалған жұмыс қандай энергияның есебінен атқарылады? Шыны құтыға немесе жылу құбырларында, мысалы темірден жасалған берік құты дегенге мысал ретінде жылу құбырларын жазып қойдым мен. Суды құйып, оларды қатыратын болса, яғни аязға қоятын болса, олар жарылып кетеді. Өйткені судың тығыздығы мұздың тығыздығына қараған кезінде үлкен болады. Сол себепті мұз молекулаларына көптеу кеңістік қажет. Мұз қатқан кезінде оның көлемі, яғни су қатқан кезінде, мұзға айналған кезінде оның көлемі үлкейеді. Сол себепті ол өзінің тұрған ыдысына, яғни шыны болсын, темірден жасалған құбырлар болсын, соған қысым түсіреді. И сол қысым түсіргеннен кейін ол шыны неғылады, жарылып кетеді. Немесе темірден жасалынған құбыр жарылып кетеді. Бұл ненің есебінен атқарылады? Бұл ішкі энергияның есебінен атқарылады. Өйткені мұзда да молекулалар бейберекет
қозғалыста болады. Яғни олардың көлемі артқаннан кейін ол молекулалар жаңағы құтыға қысым түсіріп бастайды. Содан кейін жарылып кетеді. Коньки мен мұз бетінде сырғанақ тебу мұздай жылтыр шыны бетінде сырғанақ тебуден әлде қайда жеңіл, себебін түсіндіріңдер дейді. Себебі мұздың энергиясы, ішкі энергиясы шынының ішкі энергиясынан аз болады. Коньки мұздың бетімен үйкелген кезінде қызбайды, ал шыны бетімен үйкелген кезінде оның беті қатты қызып кетеді, ол қолайсыздық тудырады.